Сәлем достар, бүгін біз тарыдан майсөк дайындаймыз. Мен арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Тарыны осылай 5-6 рет суға жуып аламыз. Су таза болғанша жуамыз. Қазір бірінші жуғандағы суымыз қап-қара болды, ол кір деген сөз. Осылайша қайталап жуа береміз. Суымыз тазарғанша жуып аламыз. 5-6 рет жуып аласыздар. Соңғы суымыз осындай тазалау болып шығады. Мен арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақсы пайдалы видео рецептер шығып тұрады. Осылай суын тартып аламыз. Қайнап тұрған сүтті қоямыз. Бетінен шамалы ғана асырып қоямыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып 20 жарты сағатқа қойып қоямыз. Тарыға сүт сіңеді. Сіңіп бірнеше неге ұлғаяды. Көлемге ұлғаяды. Ұлғайып болған тарымызды осылай алып майлыққа төсейміз. Майлыққа бәрін жақсылап жайып шығамыз. Біркелкі етіп жайып шыққаннан кейін бетін жауып қоямыз. Где-то 20 жарты сағаттай тұрады. Сосын ыдысымызға саламыз. Видеода көрсетілмей қалған ыдысқа салғаннан соң сары майды, 82% сары майды саламыз. И өзіңіздің қалауыңызша қант саласыз. Қант тәтті болған қаласыз, көптеу саласыз. Средний болса шамалап саласыз. Бәрін жақсылап араластырып форма шығарасыз. Мен арнама тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен пилаға салып формасын шығарып алдым тарының. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Тіпті сүт шайға қосып ішсеңіздер де болады. Сау болыңыздар, ас болсын.